Сәлем құрметті көрермендер мен ютуберлер. Бүгін мен сіздерге монетизацияны қалай жылдам қосу жолдарын айтатын боламын. Монетизация бізге не үшін керек? Біздің әр көрілімімізден, просмотрдан бізге YouTube ақша беру үшін керек әрине. Ол бірінші плюсы. Екінші плюсы, монетизация қосылған видео, канал, ол жылдам дамиды. Өйткені YouTube өзі үшін оны басқалардың рекомендациясына көбірек қосады. Өйткені YouTube та сол арқылы өзіне пайда ақша түсіреді. Өздеріңіз білесіздер, монетизация қосу үшін 1000 подписчик және 4000 сағат керек. Мінеки біздің 4-ші каналымызға өтейік. Творческий студиясына өтеміз және сол жақ бетінде монетизация деген кнопка бар. Қарап отырсақ, мінеки 1000 подписчик және 4000 сағат керек деп қойған. Бізде 1000 подписчик бар, яғни 2160 подписчик және 1197 сағат жиналған екен. Енді монетизация қосу үшін бізге әлі 3000 сағат жинау керек. Және сіздерді тез подписчик жинап 4000 сағат жинау үшін ең біріншіден сіздің видеоңыз қызық болу керек, сапалы болу керек. Ол жерде сіздің даусыңыз анық естілу керек және видеоңыз анық болу керек. Ол дегеніміз 1080p, яғни Full HD болу керек. Әрине видеоңыз тек қана қызық бола қоймай, ерекше болу керек. Сол кезде сіздің көрермендеріңіз сіздің каналыңызға қызыға өтеді және видеоларыңызды қызыға көп қарайтын болады. Одан кейін екінші мәселе видеоның оптимизациясы. Оптимизация дегеніміз атын дұрыс қою, астындағы описаниясын дұрыс толтыру және астындағы тегтерін дұрыс толтыру. Теги деген білетін шығарсыздар барлықтарыңыз. Ол туралы, оптимизацияны қалай дұрыс жасау туралы менің Мастер Мейрам каналында бар. Яғни просмотрды көбейту деген видео, оптимизация деген жазуы бар астында. Одан бөлек қалай тез просмотр жинауда, қалай тез подписчик жинауда тура осы каналда айтылған болатын. Соларды асықпай видеолардың барлығын көріп шықсаңыздар болады. Ал ендеше ары қарай кеттік. Үшінші мәселе, сіздің превьюіңіз әдемі болу керек. Қарап отырсаңыз, сіздің превьюіңіз басқалардың превьюларынан ерекшеленіп тұру керек. Бірден алыстан не туралы болатыны көрініп тұру керек видеоларыңыз. Ол туралы да менің каналымда айтылған 5 минутта превью жасау туралы көрсеңіз болады Photoshop программасымен. Яғни 4000 сағат жинаудың бірден бір жолы тікелей эфирге шығып отырыңыздар, яғни прямой эфирге. Прямой эфирге шығып, көрермен сіздің видеоларыңызды қаншама ұзақ көрген сайын YouTube оларды просмотрға санайды. Яғни сіздің сағаттарыңыз көбейе беретін болады. Сондықтан да прямой эфирге кіріп отырыңыздар әрине. Одан кейінгі мәселе удержание аудитории. Сіздің видеоларыңыздың удержание аудиториясы. Аналитикаға кіріп көрсеңіз болады. Видеоңызға басасыз, аналитика деген басасыз. Мінеки удержание аудитория, мінеки бізде 29% болып тұр, және бұл аз көрсеткіш. Сіздің видеоңыз, сіздің удержание аудиторияңыздың показательдері, көрсеткіштері 35%-дан кем болмау керек. Сол кезде сіздің видеоңыз көп көрген сайын сағаттарыңыз әрине тез болады. Және удержание көп ұзақ болған сайын сіздің видеоларыңыз қызық деген сөз, көрерменге ұнайды деген сөз. Сондықтан да удержание аудиторияды бақылап отырыңыздар. Бір жерлерде яма болатын болса, мінеки былай түсіп кететін болса, бірден қай жерден түсіп кеткенін бір рет көріп алыңыз және не үшін ол түсіп кетті, сол проблеманы шешіңіз. Және ары қарай келесі видеоларда сол қателікті қайталамауға тырысыңыздар. Егер де сіз каналыңызды біраз уақыт бұрын ашып, қаншама видео салып, қаншама еңбектеніп жатсыздар, бірақ сіздің просмотрыңыз көбеймей жатса, немесе подписчиктеріңіз көбеймей жатса, сіз тағы да бір нәрсені ойлану керексіздер. Сіз видеоларыңыз қызықты етіп жасап жатсыздар ма? Ол көрерменге ұнай ма? Соны ішіңізден бір ойланып көріңіз. Мүмкін бір нәрсені дұрыс емес жасап жатқан шығарсыз. Мүмкін даусыңыздың сапасы нашар шығар. Мүмкін сіздің видеоларыңыз басқалардан ерекшелігі жоқ шығар. Соны да бір ойланып көріңіздер. Видео қашан қызық болады? Сіз достарыңызға таратып, таныстарыңызға тараттыңыз. Ол видео соншама қызық, достарыңыз ары қарай поделицаны басып, басқаларға тарататындай деңгейде болса, сіздің видеоңыз қызық деген сөз. Мақұл, ал егер де өзіңізге сенімді болсаңыз, видеоларыңыз қызық болғанына, бірақ сонда да просмотрлары жоқ болып жатса, подписчиктеріңіз болмай жатса, онда сіз жоғарыда айтылған кеңестердің біреуін дұрыс орындамай жатсыз. Яғни оптимизациясы дұрыс емес болуы мүмкін, превью дұрыс емес болуы мүмкін, немесе достарыңызға таратпай жатуы мүмкін. Өткенде айтқан болатын, TikTok арқылы да, Instagram арқылы да, ВКонтакте арқылы да видеоларыңызды барынша тарату керексіздер, сообществоларға салу керексіздер, группаларға салу керексіздер, жіберу керексіздер. Сол арқылы сіз өзіңіздің алғашқы подписчиктеріңізді жинайтын боласыздар. Және бағана айтқандай қызық видеоны барлығы бөлісіп, ары қарай таратып жібереді. Мінеки біздің Зомбидин каналымызға кірейік. Бұл канал 13 июнь күні, яғни осы айдың 13 күні ашылған. Каналдың ашылғанына 14 күн болған. 14 күннің ішінде
2000 подписчик және 1000 сағат просмотр жинаған. Сізде осындай көрсеткішке жылдам және тез жеткіңіз келсе, біздің супер ютуберс командасына қосыңыздар. Осы видеоның описаниясында және комментариясында сілтемесі бар. Және сізді тез просмотр жинап, подписчик жинап, видеоларыңыздан әр көрілімнен ақша алып отырыңыздар. Ал келесі видеода осы канал 4000 сағат жинағаннан кейін монетизацияны қалай дұрыс қосу керек, ақшаны қайдан алу керек, барлығын анық толық айтып беретін боламын. Сондықтан да каналға тіркеліп, келесі видеоларды жіберіп алмаңыз. Егер де видео ұнаса, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Мен әр комментарийді оқимын және қызық деген комментарияларға сіздерге жауап ретінде видео етіп түсіретін боламын. Келесі видеода кездескенше сау сәлемет болыңыздар. Ал енді аутро. Сен мені ауыртқаннан мен айықпайым, екеуміздің арамызда әлі де лайықтайым. Алға қойдым енді қайтпайым, сен үшін толықтайым, және